Дәл қазір мен сіздерге Арал теңізінің бұрынғы толып тұрған кезіндегі көріністі көрсетемін. Кеттік. Ал мына көрініс Арал теңізінің дәл қазіргі жағдайы. Енді бұрында әкеміз айтып берген, атамыз айтып берген Арал теңізі қазір жоқ. Өкінішке орай, менің замандастарыма ол теңізді көріп бұйырмады. Енді өмірге ешқандай өкінішім жоқ, бірақ басқа жағынан көріп жатырмыз, Құдайға шүкір. Енді менің тақырыбым медицина болғандықтан, қазір мен сіздерге Арал теңізінің дәл қазіргі жағдайы, адамзат денсаулығына қалай әсер етіп жатқаны туралы болады. Теңіздің негізі біздің өміріміздегі функциясы, теңіз суының құрамында иод деген элемент бар. Ол элемент теңіз суы буласқан кезде аспанға көтеріліп, атмосфералық ауа арқылы осы аймаққа тарайды. Ауаның құрамындағы иодпен бөлек, енді бұл жерде теңіз болғаннан кейін теңіз өнімдері де бар. Осы аймақтағы халық енді теңіз өнімдерінде тұтынып, адамдардың ағзасына иод ауа және де тағам арқылы екі жолмен түсіп отырып, ағзаның иодқа деген қажеттілігін қанағаттандырып отырған. Енді мына биохимиялық зерттеулердегі факт қараңыздар. Ересек адамның иодқа деген тәуліктік қажеттілігі 150 микрограмм екен, яғни 1 миллиграммға да жетпейді. Осындай өте аз ағзамызға қажетті элемент ең маңызды ағзамызда қызмет атқарады. Иодтың ағзамызда бір-ақ қызметі бар. Ол қызметі мына қалқанша безінен өндірілетін ағзамыздағы ең маңызды гормон тироксиннің құрамына кіруі. Бұл тироксин деген гормон ағзамыздағы барлық зат алмасуға қатысады. Биолог алмасу, көмір су алмасу, май алмасу барлығын реттейтін жалғыз ғана гормон. Көріп тұрғандарыңыздай, тироксин зат алмасуды реттейді екен. Ол демек эмбрионның мысалы дамуы үшін, жас баланың өсіп жетілуі үшін, адамдардың психикалық және де физикалық тұрғыдан дамуы үшін бұл гормон қажет екен. Көріп тұрғандарыңыздай, теңіз жоқ. Теңіз жоқ, иод жоқ. Иод жоқ деген сөз қалқанша безінен өндірілетін гормон жоқ деген сөз. Ол гормонның жеткіліксіздігі адамның физикалық және де психикалық тұрғыдан дамуының тежелуіне алып келеді. Оның көрінісі ретінде зоб деген ауруды жақсы білесіздер. Енді теңіз қайтқаннан кейінгі осы аймақта тұратын адамдардың арасындағы зоб ауруының кездесу жиілігі өте жоғары. Бұл енді бірден-бір теңіздің осы жағдайына байланысты. Бұл көрсетілген эпизодтардың барлығы менің биохимия курсымның ішіндегі микроэлементтер және де гормондар биохимиясы деген тақырыпта алынған ақпараттар. Жалпы бұл естіген ақпараттарыңыздың барлығы менің курсымның ішінде берілетін білімнің 0,1% ғана құрайды. 20 маусым күні менің биохимия курсым басталады. Ол курста сіздер дәлелденген биохимиялық білімді және де практикамен байланыстырылған білімді ала аласыздар. Толық ақпараттарды, қандай тақырыптар өтілетінін описаниеден ала аласыздар. Курста көріскенше.